Өзіне өзі ор қазған адамға ешкім де ештеңе де көмектесе алмайды. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу қажет емес, бірақ болғыңыз келсе, бастау сіздің ең үлкен парызыңыз. Адамнан ар кеткенше жан кеткен жақсы. Өйткені сенің көптеген жақсылықтарың адамдардың есінде қалмауы мүмкін, бірақ кішігірім қателіктерің ешқашан ұмытылмайды. Қабырға артындағы 1000 дұшпаннан жаныңда жүрген бір дұшпан қауіпті. Менің рұқсатымсыз мені ешкім ренжіте алмайды. Ашулы кезінде тіліне ие болған адам нағыз ұлы адам. Жаман мінез құлқы бар адамнан аулақ жүріңіз. Өйткені сынықтан басқасының бәрі жұғады. Егер сіз биікке шыққыңыз келсе, тек өз аяғыңызбен шығыңыз. Өзіңізге сенім артыңыз. Сұлулық әйелдің бақыты. Қадірін білмесе соры. Жұмадан үміт күтсең, бейсенбіден әрекетке көш. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақыл берер. Адамды бақытынан айыратын 3 нәрсе: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күннің қадіріне жетпеу. Жабайы аңдардан қорқудың қажеті жоқ. Жаман достан қорқыңыз. Өйткені жабайы аң тәніңді жараласа, жаман дос жаныңды жаралайды. Сен өзгеге күлме, саған да күлетіндер табылады. Қонағың келсе есіктен, ризығың кірер тесіктен. Еңбек адамды 3 зұлымдықтан арашалайды: зерігуден, жамандық жасаудан және мұқтаждықтан. Жеке пікірі бар адам ғана бір нәрсеге тұрарлық адам болады. Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме. Адамдардың барлығы айналасындағыларды өзгерткісі келеді, бірақ өзін өзгертуді ойламайды да. Кедейлік дегеніміз мүмкіндіктің азайғаны емес, қомағайлықтың артқаны. Аз жесең, көп өмір сүресің. Қолы ашықтың жолы ашық. Өзін жақтырмайтын нәрсені өзгеге де тең көрме. Тұзаққа түскен бұлбұлдан еркін жүрген торғай артық. Адамдар сіздің кісілігіңізге сенсін дейсіз бе? Ендеше оларды айтып мақтанбаңыз. Кешегі күннен емес, ертеңгі күнмен емес, бүгінгі күнмен өмір сүр. Адам баласы шындығының ашылып қалуын өлердей қорқып жүрсе, бұдан артық бақытсыздық жоқ. Адамды ақылға жетелейтін 3 жол бар. Біріншісі тәжірибе жолы, ол ең ащы жол. Екіншісі еліктеу жолы, ол ең жеңілі. Ал үшіншісі ойлау жолы, ол ең таза жол. Өз эмоцияларыңды басқаруды үйрен, әйтпесе ол сені басқара бастайды. Егер бай болғың келсе, ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді де үйрен. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы, балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы, қызың жақсы болса, жайқалып өскен құрағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.